пайтақты Ахмешчит шәрінден 45 километрден ұзақ Александровка көйі ерлешкен. Бұл көй екі чешме ялыларында та 19 асырның башында пейда олған. Вақыт көйде 5 азбар олған. Яшаған әле оларақ ісе эсасен рус халқы белгіленген. 19 асырның сонында ісе көйде 26 қоранта яшағаны белі. Базы весиқаларға көре көй Қырым татар отар көй адынен белгілене. Ерлі сәкінлер ісе аляда көй этрafында қадими артефактлар тапалар. Если посмотреть, здесь старая мельница была, очень старая. Жернова валяются каменные, вот это о чем говорит, что это очень старое. И Чингисхана еще находим наконечники вот там в поле. Четырехгранные, круглые, такие как, ну, вот, стрела. В общем, стрелы. Немцы здесь тоже были. Там дальше где-то километра, наверное, 1,5 колодец есть. Очень старый тоже. Ришат Закирьяев Александровка көйге 9-шы сенелері келді. Мында бір қачыл яшаған сон, қомшы Новожиловка көйге көчмеге қарарға келді. Шымды есе Александровкаға туғанларына мұсафірлікке келе. Бізім чекім группамызны көрген сон, бізге көйдегі диқатқа лайық олған ерні ескі виран етілген дегірменіні көстере. Я приехал когда, здесь уже еще камни валялись, вот эти жернова лежали, такие каменные шестерни, может, если вы видели, старинным этим долотом выбивалось все вот это вот. Здесь были шестерни, вот эти вот, в общем, все запчасти лежали, а сейчас его растаскали все. Владимир Ищук Александровкада 1957 сенеден берлі яшай. Айтқанына көре, эвел мұнда эсасин қой қожалығынен оғрашқанлар. Көй этрafында есе қой бригадасы ерлешейді. Анда чоқысы инсанлар келіп, чобан олып чалышайды. Отца перевели сюда бригадиром. Тут была овцеводческая бригада. Бригадиром. И нам дали тут, там в другом месте построили поселенский домик, и мы там жили. А потом отец рассчитался, ну, попозже много. Пошел на карьер в Тургенево работать, и мы купили вот этот дом. И так здесь живем. Всего было больше немного. Только было это. Поселенских домиков не было, этих построек новых. А были все это, ну, старые дома. Вот были. Был тут клуб был. Привозили кино раз в неделю, кино, все собирались. Жили дружно раньше, не то, что сейчас живут. Алевтина Тесняк Александровкаға 70-ші сенелері келді. Бұл қадын 30 ел девамында чобан олып чалышқан. Бүгін ісе она мұсафірлікке торыны веоғлы келді. Я приехал к бабушке, мне здесь нравится. Я здесь подружился с друзьями. Когда я приезжаю к бабушке, я цветы поливаю, воды наношу, все делаю, что бабушка говорит. Дегер көйлерге низбеттен Александровка көй сәкинлерінден дайыма су бар. Бұл есе чоқысына бостанда мейва ве себзелер остырмеге имкан бере. Диляра Куртазанова келінен берабер помидор остыре. Ана бұл біздің помидорлар. Оларын остырмек үшін әргүн сабадан ақшамажи бақмақ керек. Енді бұларын мана суармақ керек. Иляч төкмек керек. Құртлар чоқ ола, пекашайлар помидорларын. Олмамақ үшін ола иляч сепмек керек. Әргүн іште мана пасынка дейлер, пасынкаларын ұзып жүресін. Теплицадан ғайры бостаны де бақмақ керек. Сабамыз башлана, мұнашты біздің бостанымыз. Помидордан ғайры біз остремыз, хапыста, хавуч, бубер бар, патыльджан. Авсузский сув борулары эскіргені үшін сув эркеске етмей. Так идет у меня вода. Да.
Потому что я согласна. Вот, смотрите, нету воды совсем. Хотя у нас воды кругом вода течет, везде, со всех сторон. Проведите нам хорошую, сделайте водопровод. Пусть поставят счетчик, я буду заплатить за это, и я буду знать, что у меня будет вода напиться. Не то, что я не говорю там что-то полить. Хотя бы было попить, постирать, кушать сварить. Бүгінгі күнде Александровка Будықы севден ибарет олған бір соқақлық кой. Ешаған әйелі арасында эсасен эсле башлы инсанлар. Койны инсанлар күтлеви шекілде 90-нчы сенелерінің сонында терк етмеге башлады. Эсас меселеден бірі işsizlik. Колхоздан hepsi boşalttılar. Мына işsiz қалдылар ебет. Мына шынды көресіз. Бүтін ер отқа басып ятан ете. Енді біз тырышамыз яшамаға іште. Керек шыйымызын барып, башқа еден алып, яқшы машинамыз бар іште. Куртазановларның яш қорантасы да башта койны ташлап, башқа ерге яшамаға көчкен еді. Ләкин біраздан сон туған ерге қайтып, мында эв құрмаға қарарға келді. Біз яшайдық Некрасова койынде, Хурман районында. Сон көчіп келдік мында, чүнки мында менің анам, бабам яшайдар. Яқынжа деп келдік іште. Ақайым малчал, бақа, мен ішке қатнайым шерге. Бірінші қызым, бірінші сыныфқа кетecek, а бұсы енді екіншісі. Бұл evде анамдан отыра іште. Мұна өле яшаймыз. Александровкада не тюкян, не мектеп, не де хастахане бар. Бұлардың эпысы мындан 5 километрден ұзақ ерлеше. İnsanlar esasen şahsi gayet ve tırışuvnen yaşay ve ömür tarzına kimse şikayet etmey. Aytkanlarına göre her bir insan özü için ona aitli şarayetlerini teşkil ete. Kim şehirde yaşamağa kararga kele, kim ise köyde yaşamağa istey. Aleksandrovka koy sakinlerinin esas isteklerinden biri bu köyge avtobusның katnamasıdır. Ебет істер мында маршрутка келсейді. Хотя бы маршрутка келіп тұрсайды, керек ерге бар едік.